айтқаннан кейін мінекей мен талай айтып жүрмін ғой мінекей. Мына ауа райын ең болмағанда егерде шын минутынан бүкіл ана 44 мың мешіт па сондай бар екен. Соның бар жиналып имамдар шығыңдар ата жолменен. Біреуіміз Астананы алайық, біреуіміз Алматыны алайық. Алладан жаңбыр сұрап жаудырайық, немесе қар сұрап жаудырайық, қалай болады екен деп. Халық көріп отырсын, әлем көріп отырсын деп. Қашан? Себебі олардың сыйынғандары, олардың қолдау сұрағаны, осы кешегі Алматының десінде қолдау сұрап барды ғой, Тоқаевтың алдына. Бізге дейді, анау, мына деген енді тағы бір мектеп салсақ болды дейді, кәрамат болып кетеді дейді. Ой, тұрғайын Сарыағаштағы мектептері. Салып болды, сол неге соны толтырмайды. Жоқ, тағы да мектеп салсақ дейді, біз дәлелдейміз де, салафизм деген соттап берсеңдер, болды сонымен дейді. Яссауи тобын соттан не өзгертті? Ваххабизмді қудалады, не өзгертті? Барын терроризм, экстремизм дегенді орыстан алды. Енді кеше мені жындыханаға жатқызып тексерген кезде, мен тексеру үшін, мен экстремист, террорист емес екенімді соны тексеру үшін орыс келді. Исламды. Менің тілімнен таптым онды. Ана отырған еврей бар, басқасына ана психологтың дегендерге айттым да, сендер қазақты қалай тексересіңдер деп. Біз Құранның ең суфизм жоғары жеткен халықпыз. Сендер Тәурат пен Инжилмен нені тексеріп отырсыңдар? Сендердің білімдерің бәрі Тәурат пен Инжилден тараған ғой деп. Соны айтқан екен, соны өтірік жазып беріпті. Бұл қарсы болды, бізге жаңа тексерткізбеді. Мен айтып, қайта оларға ұсыныс жасадым. Сендер қазір қанша психолог болған ана еркек қазақ жігіті, сендер балдардың ауруын анықтай аласыңдар ма? Анықтай алмайсың. А бізде осындай бар дедім. Үйде отырып ақ, сенің балаң қандай жермен, сендердің немен ауыратындарыңды біз анықтай аламыз дедім. Бірігіп жұмыс істейік дедім, үйретейік деп. Сосын тағы да болмағасын, маған психолог кафедрасынан доцент келді, әйел. Орамалын қалтасын салып алды да, қалтасын көрсетті, орамалың жоқ қойсын. Қалтасын алып шығарып көрсетіп алды. Ол не болады дедім саған? Ол шылғау деп. Соның ақырда мен тексеріп келіп, менен сабақ алып кетті да. Жазып алып, мына әруақ деген, солай ма, Құранды ол басқа, періште деген ол басқа, адамға бұлай әсер береді. Мен 7-8 жыл болсын зерттеген, жын туралы, басқа туралы деп. Ақыры менен іштеме таба алмағаннан кейін, ана өздерім, ана Алик Малик деген ойында сол сияқты суреттер көрсетеді да. Мынау қалай дейді, мен басқаша жауап беремін да. Неге дейді, мен философиядан айдам да. Бұл мынандай сендердің суреттеріңде мынау қателік бар шамалда болса деп. Қазір ұғым өзгерген оны деп. Ал олар не сол ана орыстардың жасап берген, соныменен мені тексерді да. Міне қазір ана отырған қанша адамдарды уғылап жатыр. Ол жындыхана деген, оның сыртында екен, ішінде емес. Ішінде не бір керемет олап жатыр. Олардың ең болмағанда 30% оп-оңай жазылып келетіндер, 30%. Қалғандар мейлі, ол бәрі айналып келгенде сынақпенен, тағдырмен байланысты ғой, тұқыммен байланысты. Бірақ сонда да оның ішінде өзін алып кететіндер бар да, жастар жүр, не істерін білмейді. Міне біздің қазір, осының бәрі қаяқтан шығып отыр, осының бәрі масхабтан шығып отыр. Масхабтан қанша, қазір біздің Құранды ешкім түсінбейді, жалпы. Сендердің өздерің әлі зорға түсінбейсіңдер да. Сосын енді оны айттың, айтпадың, Тоқаев оны керек жоқ. Өйткені Тоқаевтан оны сұрап отқан жоқ. Ол оған алынбаған, дұрыс қазіргі. Тоқаев мінекей қазір Назарбаевтың дүние тұрысындағы қателіктерін түзеуші. Осылай болу керек. Әйтпесе біреуді әкеп дүңк еткізіп қойған бәрін, ана Әблязовты әкеп бәрін қырып соттаған не пайда бір қазақтың? Осының бәрі жалған, мінекей Құдай рахымды. Осылай қылып Тоқаевты әкеліп отыр. Ол енді, ол Назарбаевты да соттатып жатқан жоқ. Сотталу керек еді, Саматтар сотталу керек еді. Ана отырған 3 адам бар, солар, Сауат Мыңбай бар, солар сотталу керек еді. Құдай олар соттайды, керек не соттау? Кешегі мынау шариғатты білмейтін, экономиканы бітірген мамандығын десем, мен экономистін дейді да, сол бітірген тергеуші исламды тергеді. Бұл тарихта қалады. Жаулық жоқ, қатындар айтты, бұл деген керемет дейді анау. Көрдіңдер ғой, солар исламды тексерді, Құранды үкім шығарды. Бұдан артық қандай зұлым? Ең сөйтіп отыр осылардың зұлымдығына мен ойлаймын, Алла тағала маған бір дәлел берсе. Мінекей, Рамазан айында дәлел берді. Бұдан артық дәлел жоқ, мінекей. Аспанда енді ең болмаса төбеде тұрған, жарқырап тұрған ай мен жұлдызының есептеуді білмейді да.
қаншама обсерватория бар, қаншама не бар. Бүкіл әлем жаңылысып отыр. Бүкіл әлем жаңылысып отыр. Тек қана мінекей сендер бақсысыңдар. Себебі сендер Құдайдың қалауындасыңдар. Сендерді Құдай жаңылыстырып отқан жоқ. Ол менің кереметтігім емес. Мен де Құдайдан сұрап алып отырмын да. Мен оны бір жұлдызды бақылап, оны есептеймін. Оны да білмеймін мен. Әйтеуір жобалаймын, айға қарап, маған көрсетті осылай ғой деп. Бақылаушылар енді шығу керек осылар. Ауа райымен тексеретін, мына қазақтың арасында өзі олар оны масхабтан шықпайды олар. Мешіттен шықпайтын, түк жұмыс істемеген, ана Арабиядан оқып келдім деген, Арабияда жүрген жұлдызда тумайды ол жақта. Арабияға барғандар айтты, мен сұраймын ғой, жұлдыз көрмейміз дейді. Жұлдыз қазақтың енді Қорасан атаның басына барыңдар белгілі күндерде. Ана саусақ тығатын жер қалмайды да жұлдызды көрген кезде. Ақбор атаның басына барыңдар, мен сол жерде жұлдыз деген табақтай болып қасына келген көргем. Осындай да болады екен ау деп. Өмір көрмеген жұлдыздарын. Ол кезде телефон маңдай жоқ, түсіріп алатынды. Түсіріпкізбейді ғой бәрі түсірмін. Міне осыны мен кезінде соны көрдім ғой хикметтерін оның бәрі. Жалғандым ғой енді. Мінеке қазіргі қазақтың қасіретті де барлығын қаяқтан шығады. Біз мына рухани негізімізді жоғалтып алғаннан. Рухани негізімізді жоғалтып алғаннан кейін, бізде рухани білім болмағаннан кейін, білім қайдан туады? Білім екі ақ түрлі болады. Біреу діл білімі, бір тіл білімі. Ал енді осыны кім түсіндіреді? Діл білімі қазір жоқ. Діл білімсіз сен дінді түсінем дегенің бәрі өтірік. Бәрі ділмен байланысты, пайғамбарлардың бәрі ділмен байланысты. Елшілік сол діл мен тілдің арасын жалғаушы. Тіл білімі деген сонда қазақта айтқан, бір тілің от, бір тілің су. Байқамай екі тілде сөйлейсің адам. Байқамай діліңді бұзып алма деген да. Қазақтың осы жыраулар айтып кеткен. Байқамай діліңді бұзып алма. Ол енді оттың тілі деген, ол рух оттан. Рух отпен байланысты. Күн, мына күн ата дейді ғой. Күнмен жарықпен байланысты рух деген баста. Рух отпен байланысты. Ал енді ол енді оттың тілі. Біз оттың тілменен қазір ана от шөп кететін деп кезінде оттың тілімен орақ ауызды дейді. Сондай бар ғой енді. Ал енді біздің мысалы біз әлем тіліндегі барлық ақпараттар бізге от болып келеді. Сондықтан от деген енді мына біреуі алтын, біреуі күміс. Ал енді діл деген ол қазақтың үнімен байланысты. Қазақтың үні ол енді Құран деген ол рух. Ол оттың тілі. Құран бізге оттың тілі. Арабтарға судың тілі. Оны Алланың елшісі айтқан. Көктің ұрпақтары деген, көк суының ұрпақтарысыңдар деген. Енді Құран араб тілінде судың тілі, яғни олардың тілі араб тілінде. Біздің діліміз араб тілінде ешқашанда қалыптаспаған. Болмайды да мүмкін емес. Біздің діліміз қазақтың өзінің тілі. Соны жоғалсын, енді латынды оттың орнына от алмастыруға латын таңбасы деген, ол оттың таңбасы. Жер мен көктің екі ортасындағы. Онда тамырда жоқ латында, онда жоғарға шығатын байланысты жібі де жоқ. Жібі де жоқ, ол таңба. Мінеки қазір біздің зұлымдығымыз сол. Енді әйел отпен байланысты. Әйел сол отты меңгеруге, сондықтан Абай атамыздың қарағатын дегенде қарағатын қазақ не қыласың шариғатын байың келіп қасыңа бір жатпайды, үзіп жолқып алып жүр қанағатын деген. Ал оны тағы Құранда айтқан лақаптың әйелі отын арқалап келеді деген. Оның қолы құрысын лақаптың құрылы деген. Әйелі отын. Қазақта айтады, көшем деп отыныңды, жаман деп қатыныңды тастама деген. Ал енді Шәкәрім атамыз оны не деген? Бір үйге от жақ деп жинап қойыпты отынды дейді. Сонан үрлеп, оны жағам деп ішім пісті дейді. От жанды, ысық алды дейді. Ол не? Осы ел зайыптың арасында байланысқан. Сондықтан сол отынның жағатын мына еркектің ұрықтың белінің тазалығына байланысты. Сондықтан еркексіз әйел ешқашанда отын жаға алмайды. Сондықтан қыз ауырма, düz ауырма дейді. Отты Алла тағала, отты барлығын түсіріп қойған. Бұнау тұз не үшін пайдаланамыз? Тамақтың дәмін келтіру үшін да.
яғни барлық тамақтың дәмін, иісін, тұз өзіне жинап алады да, соны суға береді. Су арқылы. Соны жинап береді. Ол тұз деген от. Ащы, бұрышты, тұзды не алсаң, бәрі от қой, күйдіріп қойды. Сондықтан әйеті қыз кәдімгі сол от бой жетті дейді да. Оты бар енді. Тек оны жағу керек. Еркек оны мына бақырбас дейді. Еркек негізі осы мына еркек күмісті жинайды, әйел алтын жинайды. Алтын отпен байланысты. Отты жағуарға әйел мына басында алтын жинайды. Сондықтан әйел үнемі жабық жүру керек. Қызы өз бойында тұру керек та. Ана отын сыртқа беруге болмайды. Қыз ауырма, дүз ауырма дегеннің өзінде де үлкен мағына тұр. Еркек күміс. Яғни еркек мына айдың нұрын еркек жинайды. Соны шәкәрім атамыз 10 күн 6 ай жүріп не таптың дегенде. Қаншама қазір біздің бабаларымыздың осындай ғұламалық құпия сөздер бар, әлі оны жарыққа шығарылмайды, өйткені түсінетін оны ақын жазулар түсіну керек еді да. Бізде ғалымдар түсіну керек еді. Ғалымдар түсінбейді. Олар атағы болса болды тек. Атағы алды, болды. Философ деген, ана тіптен енді кейін оқып көрсеңдер, күлесіңдер. Қазақтың философия мектебі мен психология жазғандарын көрсең. Мен соны талдап жаздым да, тіптен күледім. Осындай да ақымақтық болатын, ертең масқара болатын деп. Мінеки қазір оттың тілі, судың тілі дегеннің өзінде үлкен мағына бар. Енді сондықтан әйелдер сол отты жағу үшін әйелдің ылғалын артыққан. От пенен су үнемі арпалысты болады да тең болу керек. Сондықтан әйелдің ылғалын артық қылған. Әйелдің ылғалын да әйелде еркектердің көр ылғал артық. Сондықтан енді әйелді мына перілік деген жалпы әйелмен байланысты, себебі шайтан әйелдің қанында, еркектің қанында болмайды. Еркек пен әйелдің қаны бөлек. Ал еркекке енді сол еркек үнемі шөлдейді де жүреді да. Еркек түйе сияқты. Міне осындай қылып, ана бір-бірімізге не yaptığında, ол сол шарапты, сол сусынды әйелден алады еркек. Сондықтан әйелдің еркек еріне беретін шарабы болу керек қанынан. Ол жоқ қазір. Ондай әйел қазір кездеспейді. Мен соны жаздым, есептеп көрдім, 44 рет шарап береді екен деп. Сондықтан әйел жермен байланысты. Әйел жермен байланысты. Әйелдің табанында жәннат дейді да, табан. Себебі жер судан жаратылады. Еркектің басы жермен байланысты. Еркектің басы жермен байланысты. Осылай қарама қайшылықта екі жарты бір бүтін болу арқылы ғана, бүтіндікпен ғана, сонда мына діл менен, тіл біліммен, діл білімінің ортасынан ақыл туады. Тіл біліммен, діл білімінің ортасынан алынды. Сонда ілім мен білім ортасын таппасаң білім дейді. Қазіргі жер бетіне, кітап бетіне түскендердің бәрі ол білім. Ол не болып кетті енді? Ол оттың, яғни айтқанда тіл білімі болып саналады. Отпен байланысты. Сондықтан білімді көбірек жинаған сайын оқып өтіп кетеді да, адам да мынау ыстықты көтеріледі. Осындай жағдай болады, сосын семіздікті сонан пайда болады. Көбінесе білімді көп жинаған адамдар тез семіреді. Семіз болады білімді. Керісінше мына іліммен байланысты ол сулық көп болады. Алладан түскен біздің көктен түседі, уақи, аянның бәрі ол ілімге жатады, ол бітелді өсіреді. Сондықтан әр нәрсенің Құранның өзінде де осылай қылып адам көру, есту қабілеттерін, Інжіл, Тәурат, оның бәрі есебі бар. Оның бәрі қазір айта берсе ұзақын, кейін енді асықпай оның бәрі сендердің сұрақтарыңа баранса, сендердің сұрақтарыңа байланысты мен айтып отыруым керек. Қазір сендердің сұрақтарың мазһабтан да, тарихаттан да, әлде қайда қазір мен білімді кереметтім дегендерінде сендер биіктен тұр. Сондықтан мен сендерге айтқан сөздерім 50% сендерге сол түсінікті болады да, бірақ 50%-ын кейін түсінесіңдер деп, мен осындай әңгіме айтамын да, ол да жақсы кейін түсінесіңдер. Кейін түсінеді, 3-4 жылдан кейін, осыны қайттан көргеннен кейін түсінеді, айтып кеткен екен ғой деп. Сондықтан мен сендерге осылай күні бұрын айтып отырам. Ал мен өз бетімше айтатын болсам,
Онда мен шынында мені онды айтады, тағы жындыханаға ол кезде лағып кетемін да, шынында. Лағып кеткенде ол мені өзім білетінді айта берсем, ол болмайды. Жұртқа бәрі тыңдалмайды. Осы уақытқа дейін тыңдалмады. Бір жақсы жері, бұның бір пайдасы, осы мен айтып жатқаным бары, ел биліктің осы зұлымдығы, осындай қирайтыны, әлем осының бәрін жазғызды кезінде. Жазғызды да, оны ешкім түсінген жоқ. Оқысы келмеді да. Оқи басса ұйқысы келеді да, көрдің жабылып қалады. Сосын түсінбеді, әйт бізді баяғыда соттайтын еді да. Ол кезде шынымен 25 жылға соттауға мүмкіндіктері бар еді да, артынша. Бұл осының бәрі ата жолының барлық бәлесі осында тұр екен деп. Оны түсінбеді. Алданып қалды. Сендер келіп жиналғаннан кейін, осылай енді сендердің отырған жүктеріңді аудару керек болды да, қазір осы мына прокуроры бар, соты бар, олар деген бөлек тағдырмен келгендер ғой. Солар аудару үшін осыны ата жолын соттатудың өзі Құдайдың үкімі. Ұқсат бермесе қаяқтан соттайды? Ұқсат берді, енді қазір мен де тіптен олардың қайттан мына сотты қарауға мен де құлық демеспін да. Маған айтты анау, сіз дейді менімен жақсы болыңыз дейді. Не болды дедім да мен? Неге мен сенімен жақсы болуым керек? Ана право. Маған декабрьде дейді қайттан сот қаралады. Керек жоқ дедім. Мәңгілік қайттан соттаңдар дедім. Мәңгілік. Болса да үйдесіңдер, үй қамақ деп отырсыңдар ғой. Мен тіптен өтінбеймін де деймін, мен арызда бермеймін. Маған қайта осы керек деп. Себебі қазір мына халықтың ақмақтығы ғана отыр да, мына еркектердің. Осылар өсі кезде уақытында тез жүктерін арылар еді да. Осының бәрін бүкіл қазіргі бұларды жаңағы жазалаудың қажет жоқ. Кешегі ананда өтек басып қылатын. Олардың жазалаудың қажет жоқ. Құдай береді жазасын. Тек жүгіңді беру керек та соған. Өткізу керек. Олар дайын ғой қазір. Кешегі пара алып отқан, осытып отқан, олар жазалаудың керегі жоқ. Ешкімді Құдайдан тапсын деген бірінде бар да қазақта. Құдай өзі біледі. Сондықтан біз көбірек солы ақталған ауруның бәрін соларға беру керек. Болды, сонымен олардың өмір жасы да қысқарады, тұқымы да қысқарады, тегі де қысқарады. Сосын қайттан басынан бастайды. Қайттан басынан бастап, кетпен ұстап, мал бағып, сөйтіп барып, мүмкін 200-300 жылдан кейін қайттан сот прокурорлық дәрежеге қайттан келуі мүмкін ізіне. 1000 жыл өмір сүреміз біз жер бетінде. Анан меңгермегенде қайттан меңгересіңдер. Қазір бала тууға ерініп бүкіліңді, ертең оны қалай бәрі бала туатын қылады да оны Алла Тағала. Әуелі хайуан қылады, өткізеді жаныңды. Қазір жан мен ұрықты, сенім мен иманды, мына қарапайым болса Құранда тұрған ажырата алмай жүргендер, мінекей көрді Алла Тағала оларға осындай сынақты салды. Мінекей Алла адастырғанды түзетуші жоқ деген қазір Рамазандан өстіп ашық дәлелін берді. Бұны енді сендер айтыңдар. Ең болмаса, халықтың біраз түсінсін шынында адасып жүрген. Масқара қадір түнін 2 күн бұрын олар қарсалайын деп отыр. Қарсалай берсін. Біз уақытылы қарсаламыз. Мінекей ата жолынан жүрген ересіне сендерге сол тілеген берекеттерін береді. Сенен тілеген тілектерін қабыл болады. Бірақ енді біздің ата жолының қазір ішімізде білдіретін, енді өзіміздің арамыздан шыға береді. Бұрынғы қазіргі ағылдың кезінде болған сынақтар, олар міндетті түрде қайталанады. Міндетті түрде қайталанады. Соларды қазір соған сендермен қайта сендерді қудалап отқан, сендер соларға кәдімгі жығып қалама деп. Себебі ендігі жағдай ол бөлек. Соны ақ пен қараны ажырататын ең болса арамыздан көбірек еркектер шықса деймін, еркектер әлі ондай бұзып жарып кәдімгі алып кететін еркектер шықпай жатыр. Жас, ержандар жас әлі. Нұрғисаларға ол қатын алу керек. Нұрмағамбеттің жағдайы анау. Қалген анау отқанның. Осы тақырыптарды талқылап айту керек. Тыңдасын өздері білсін.